Қалиев келген жоқ па? Не oldu? Мұна отырғыла. Қол көтеріп қойыз, іштен барын қылып қойып. Мұна әме Қалиев деген $500.000 пара алады деген, мұна дүниеге шеременді болдық. Өкімет мүшелері, премьер-министр, тұрыңыз неме Қалиев. Мен болғанда уақытты арыз жазып тұрмақпын мен. Осы тергеуші жоқты кетіп тұрайын деп. Кетіп тұрайын мен осы тергеуші жоқты мен четтеп тұрайын деп арыз жазбайсыңдар ба? Жоқ дегенде. Құрметті премьер-министр. Талқы болып отады. $500.000, мұна мен қыдырып жүргенде, айлықша губернаторлық дегенде қыдырып жүргенде, премьер қыдырып кейін айлықша кандидат болып жүргенде, осы жерде инвалид, баяғы немес шектелген, мүмкіншілігі шектелген балдан апалары, инвалид балдан апалары, баласын қарап істей албай, үшін бізге бір айлық төлеп беріп қойыңызшы деп мұна, ушуну сұранышы кече мұна шешті, ушу мәселеге шешілді. Премьер қол қойды өткенде, ушул болуған ошол ақшаға сүйініп атышады. Сүйініп, біз ушул балауызды бағып атып, ушул мемлекет бізді қарай баштады, айлық төлей баштады деп. $500.000 деген не деген несі бұл? Не деген несі? Бардың жауапқа тартыш керек бұл бойынша. Бардың тең. Уақыты четтеп тұрғылай министрді, құрметті премьер-министр. Отырады, ап келесі қоғыз кеңесі отырады бұл жерде. Не деген шеременде?